12 жасқа толған балаларға арналған. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен, эфирде дін және дәстүр хабары. Ас адамның арқауы деп жатады, дегенмен сол асымыздың адал болуы да маңызды. Бүгінгі шығарылымда осы тақырыпта әңгіме өрбітпекпіз. Ал тақырыпты тарқатып беретін мейманымыз Ақтөбе облыстық орталық Нұр Ғасыр мешітінің наиб имамы Алмат Әли, қош келдіңіз. Қош болдық. Алмат мырза, жалпы адал ас, арам ас деп жатады, халал, харам деп те бөліп жатады, кейде әртүрлі атаулармен айтып жатады. Осы адал астың жалпы адам өміріндегі маңызы туралы алдымен айтып өтсеңіз. Өте орынды сұрақ. Жалпы Алла тағала қасиетті Құранда айтады ғой, Бақара сүресінде, ей адамдар, жер бетіндегі нәрселердің адалынан және тазасынан жеңдер дейді. Және пайғамбар алейхиссалату вассалам келесі бір хадисінде айтады, адал пайда табу бұл парыздан кейінгі парыз дейді. Осыдан біздің ұғынатынымыз жалпы Алла тағала жер бетіндегі нәрселердің адалынан және тазасынан жеңдерді бұйырғаны, өйткені шариғатымызда анық адал нәрсе бар, анық арам нәрсе бар. Және сонымен қатар екеуінің ортасында күмәнді нәрсе бар. Енді сол хадистің жалғасында келеді ғой, күмәнді нәрседен бас тарту бұл тақуалық деп. Яғни Аллаға деген жеке адамның бұл құлшылығынан, қорқынышынан, махаббатынан туындайтын нәрсе ғой, бұл тақуалық. Сол себепті біз күнделікті пайдаланып жүрген ризық несібеміз, біздің тауып атқан күнделікті табысымыз барлығы бұл адалдан болуға міндетті. Өйткені пайғамбар алейхиссалату вассалам бір күні мешітте отырғанында, сахабалармен отырған кезінде бір бәдәуи дейді ғой, бір дала адамы мешітке кіріп, үсті басы шамалы тозыңқырап кеткен, бет аузын шамалы жүн басын қыраған, үстіндегі жаңағы киімі де ластау бір кісі мешітке кіріп, жүзін құбылаға қаратып, екі қолын алақанын көкіректің үстіне жайып, Алла тағаладан сұрап жатыр дейді ғой. Сонда бақылап отырған сахабалар пайғамбар алейхиссалату вассаламға айтады дейді, я Расулалла, Алланың елшісі, мына кісі бағанадан бері Алладан жалбарынып сұрап жатыр, бұның дұғасы не себепті қабыл болмай жатыр дейді. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан екен, егер оның ішкені арам болса, жегені арам болса, кигені арам болса, оның тілеген дұғасы қайдан қабыл болсын деп. Сол айтқандай, әр қайсымыздың осы адам ретінде, пенде ретінде жаратушының алдында біздің тапқан табысымыз, күнделікті жаңа жоғарыда келтірген әңгімеге орай, ішіп жеп отқан ризық несібеміз, бала шағамызға апарып жатқан ризық несібеміз барлығы бұл адалдан болуға міндетті. Өйткені біздің құлшылығымыздың жеке бастық. Болмаса біздің Алладан сұрайтын дұға тілектеріміздің қабыл болуына, біздің ішер асымыздың да, киер киіміміздің да адал болуына тікелей байланысты екен. Сондықтан шариғатымызда бұл адалға, оның ішінде адал асқа ерекше мән береді. Сондықтан Аллаға шүкір, қазіргі таңда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанынан осы халал стандарттау бөлімі жұмыс жасап жатыр ғой, 2017 жылдан бері жұмыс жасап жатыр. Қазіргі уақытта Аллаға шүкір осы республикамыз бойынша 3000-ға жуық осы халал стандартқа өткен мекемелер бар. Оның ішінде осы өзіміздің Ақтөбе облысын алатын болсақ, 50-ден астам мекеме, оның ішінде адал ас тамақтану орындары, басқа да мынау жаңағы ет дүкендері, сонымен қатар мынау шұжық өнімдерін өндіретін цехтар, мынау сүт өнімдерін өндіретін цехтар, соның барлығы Аллаға шүкір қазіргі таңда, және сонымен қатар кондитерлік өнімдер Ақтөбе облысында қазір кең көлемде халал стандартқа сай өзінің жұмысын жасап жатыр. Бұның барлығы осы жоғарыда біздің қозғаған тақырыпқа байланысты қоғамға маңызды болған, қажетті болған нәрселер деп мен өзім түсінемін. Түсінікті. Бізде арам, яғни рұқсат етілмеген ас дегенде көбіне осы ет тағамдарының арасынан доңыз еті араласқан дүниелерді айтып жатады. Харам деген кезде осы доңыз еті бірінші еске түсіп жатады. Дегенмен көпшілік күнделікті тұтынатын тағамдардың арасында осы доңыз етінен басқа рұқсат етілмеген қандай қоспалар, қандай еттер бар? Енді бұл сұрақта өте маңызды, өйткені біз күнделікті тексерісте боламыз. Жалғыз енді мен осы Ақтөбе облысында халал стандартқа
жауапты тек мен ғана емес, менің қасымда Ақмаржан есімді қарындасымыз, осы арнайы технолог мамандығын бітірген қарындасымыз жұмыс жасайды. Негізгі мынау асханалардағы сол тамақтың қоспаларына барлығына жауапты маман сол. Негізі Ақмаржан қарындасымыз. Енді Алла қаласа бұл сұрақтарға байланысты толыққанды тағы да келесі бір эфирлерде ол қарындасымыз жауап бере жатыр. Дей тұрғанмен де көбісі ойлайды, мынау адалас тамақтану орындарына барған кезде мәселе тек қана етте екен деп. Мәселе сен асхана ашқаннан кейін, сен тамақтану орындарын мейрамхана ашқаннан кейін, ол жерде сен күнделікті тұрғындарға, тұтынушы халыққа сен тек қана бір ғана еттің тағамдарын ұсынбайсың. Қаншама тағамдар, мысалға салаттар бар, қаншама жаңа бірінші, екінші тамақтар бар ғой, соның барлығы, жаңа кондитерлік өнімдері бар. Осының баршасының ортасында әртүрлі қоспалар бар. Сол қоспалардың барлығын негізі халал стандартқа өтетін біздің мекемелеріміз, біздің Астана қаласындағы орталықта арнайы лаборатория жұмыс жасайды. Барлығын тексерістен өткізетін. Сол халал стандартқа ұсыныс берген мекемелер барлық өнімдерін сол Астана қаласына жібереді. Сол Астана қаласына тексерістен өткеннен кейін мына жері дұрыс, мына жері дұрыс емес. Мынаның қоспасында арам нәрселері бар, тыйым салынған нәрселер, бұның орында жаңағы жақсы адал нәрселер жақсы. Егер арам нәрселер болатын болса, жаңа қоспалардың ортасында, онда жаңағы лабораториядан өткеннен кейін оның орнын жаңа ауыстыратын басқа қоспалар бар, шариғат рұқсат еткен адалынан болған. Сол қоспаларға ауыстыру ұсыныс тасталады. Егер сол ұсынысты қабыл алған жағдайда барып, ол мекемелерді біз халал стандартқа сай сертификатын беріп табыстайтын боламыз. Ал егер ол келісімшартқа келмей, жоқ, біз ол ортасында әртүрлі қоспалар бола берсін, ол біз қарамдығына, арамдығына, оның адалдығына біз мән бермейміз. Бастысы біздің мейрамханамыз, біздің асханамызға адамдар келіп, біз олардан айырылмау керек, біз олардың қоспасына біз бас ауыртпаймыз десе, біздің келісімшартқа келіспейтін болса, онда біз оларға сертификатты өкінішке орай бере алмаймыз. Өйткені оның ортасында шариғатымызда тыйым салынған, жаңа айтып отқандай, доңыз етінен басқа да күнделікті қарапайым халыққа белгісіз болған, адамның денсаулығына зиян әкелетін әртүрлі химиялық қоспалар бар. Оның барлығын тек қана технолог мамандар, сонымен қатар лаборатория шындығында оны анықтап, көзге тайға таңба басқандай анықтап, дәлелдеп береді. Түсінікті. Осы кейде елімізде халал сертификаты жоқ, кейбір атын атамай-ақ қояйық, дегенмен әлемге әйгілі фастфуд орындары бар, мейрамханалар бар. Осы қажылыққа барған кейде еліміздің азаматтары сол елдерде сол мейрамханалардың тамағын жеп жатады. Сонда қалай бір мейрамхананың біздің елдегі қоспасы әртүрлі, араб елдеріндегі қоспасы әртүрлі болуы мүмкін бе сонда? Енді жалпы енді әр мемлекетте өзінің халал стандарттау мекемесі бар ғой. Мысалға, біздің Қазақстанның өзінде осы халал стандартқа жауапты екі мекеме бар. Осы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы осы өзіміз жаңағы қызмет жасап жатқан сол халал стандарт бар. Сонымен басқа да осы халал мекемесі бар. Енді басқа Европа болсын, Азия болсын, ол араб мемлекеттері болсын, ол әрбір мемлекеттің өзінің халал стандартқа жауапты мекемелері бар. Әр мекеменің өзінің талаптары болады ғой. Енді ол менің білуімше, менің осы тәжірибемде бүкіл ол қай жерде болмасын, Азияда болсын, Европада болсын, Америкада болсын, араб мемлекеттерінде болсын, ол қоспа бәрі бір істелетін қоспа. Атаулары да бір, бүкіл мысалы біздің халал стандартқа өткен мекемелердің өзі, мысалы біз тексеріске барған кезде тек Қазақстаннан шығатын ғана біз өнімді қоспаларды біз пайдаланыңдар деп насихаттамаймыз. Бастысы ол адал болса болды. Оның ішінде жаңа өзіңіз тілге тиек етіп отқан араб мемлекеттерінен болуы мүмкін. Мысалға Түркиядан қаншама халал стандартқа сай қоспаларды біз мысалға жаңағы халал стандартқа өткен мекемелерге мысалға біз ұсыныс тастаймыз. Өйткені олардың қоспалары шындығына келгенде шариғаттың талабына сай. Болмаса басқа Европа, мен мысалға Беларусиядан шығып жатқан, Ресейден шығып жатқан, болмаса басқа да мысалы Германиядан, Франциядан келіп жатқан қоспалар бар. Оның барлығын бірдей ол жаңағы Европадан шығып жатыр екенде бәрін харамға санай бермейсің. Ол жерде де мысалы халал стандартқа сай жаңағы бүкіл әлемдік деңгейде жұмыс жасап жатқан мекемелер бар. Соның стандартына сай келе ме? Ол мысалға біздің халал стандарт, Аллаға шүкір, былтырғы жылы осы бүкіл әлемдік деңгейдегі стандартқа сай дәрежеге ие болды. Ол бірден бір мақтанып айтатын нәрсеміз. Сондықтан біздің Қазақстаннан алған сертификаттар, мысалы қазір Аллаға шүкір көршілес Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттері біздің халал стандарттың сертификатымен жұмыстанып жатыр. Ол да біз үшін бір мақтаныш, біз үшін жеткен бір деңгей деп айтамын.
Түсінікті. Осы кейінгі жылдары кейбір мейрамханалардың, тамақтану орындарының бірде халал сертификаты бар екен, бірде халал сертификаты жоқ екен деген ақпараттар шығады. Оған дәлел тауық етін сататын қаладағы бір мейрамхана, бізде 2 нүктесі бар, қателеспесем, Ақтөбеде. Сол кейбір мейрамханалар, кейбір тамақтану орындары халал сертификатымыз бар деп жалған ақпар бермей ме? Ондай жағдайлар сіздің тәжірибеңізде кездесті ме? Жалпы енді сертификатқа байланысты әртүрлі әңгімелер болады ғой, қоғам болғаннан кейін. Жалпы біз ұдайы тексерісте жүреміз. Оның ішінде мысалға сол мекемелерге халал стандарттау сертификаты мысалы 1 жылға беріледі. 1 жылға, мерзімі 1 жылға. Сол 1 жылға мерзім берілгеннен кейін сол бітуіне 1 ай, 2 ай қалғанда біздің тарапымыздан ол мекемеге ескерту жасалады. Жаңадан құжаттарды жинап, қайтадан рәсімдеп, келесі биылғы жылға мысалы жаңадан сертификатты жалғастыру. Кейбір мекемелер болады, енді қалталары дейді ғой, қалталары көтермей жатады сертификатты, болмаса жаңағы кәсіптері алға қарай жылжымай жатады. Сол себепті кейбір мекемелер мынау халал сертификаттан бас тартып жатады. Біз халалға лайықты жұмыс жасай алмай жатырмыз, біздің қалтамыз көтермей жатыр, біздің жұмысымыз жүрмей жатыр, енді жаңа банкротқа ұшырап жатырмыз, кәсібіміз оңға қарай жүрмей жатыр. Біз енді ешкімді жаңағы үгіттеп, жаңа ойбай алсаң да аласың, алмасаң да аласың деген жоқ қой. Әркімнің өзінің еркімен алынған сертификат қой. Сол себепті біздің тәжірибемізде ондай нәрсе болған жоқ, жаңағы жалған сертификат пайдаланып. Енді логотипті жаңа заңсыз логотипті пайдаланатындар бар. Жаңа сұрақтан сұрақ туындайды ғой, енді логотипті заңсыз пайдаланатындар бар. Көбіне шұжықтар да осындай секілді. Себебі супермаркет, гипермаркеттердің сөрелерінде тұрған шұжықтарды қарасаңыз, көбінде халал деген таңбалар бар, бірақ әр қайсыныкі әртүрлі. Қайсысы шын, қайсысы жалған ажырата алмаймыз. Осыны айтып отырсыз ба? Енді ол шұжықтарда бар, болмаса кейбіреулер бар, мысалға қаламызда, осы Ақтөбе қаласының өзінде кейбір дүкендер бар, мысалға жекелеген дүкендер. Ескертусіз, айтпай, өз беттерімен, мысалға малды ауылдан сойып жатырмын ғой, ауылдағы бауырым сойып жатыр, болмаса ауылдағы әкем сойып жатыр, ол намаз оқитын еді, ол ораза ұстайтын еді, ол бисмилламен сойып жатыр дейді да. Өзінің мына жақтан бір дүкенді ашып алады, ешкімге ескертпей шағын дүкенді ашып алады да, халыққа жаңа қолжетімді жерден, сол жерден өзінің өнімдеріне жаңағы заңсыз, біздің заңсыз Қазақстан мұсылман діни басқармасының жанындағы халал дамудың логотипін заңсыз қойып алады да, халыққа тұтына береді. Ал оны халық білмейді. Сондықтан осы бағдарламаны пайдаланып айтқым келеді, барған жеріңізде сіз міндетті түрде логотип көрдіңіз ба, мысалға өнімнен, міндетті түрде ол мекеменің сөресінде, кіре берісінде, болмаса жаңағы касса тұратын жерде міндетті түрде сертификат ілулі тұру керек. Сол сертификатта өзі 1 жылдық мерзімі тұрады. Қасапшының да, мысалы ол ет дүкенімен айналысатын адам болатын болса, ет дүкенін ашып отырған адам болатын болса, ол міндетті түрде оның қасапшысында сертификаты, қасапшылыққа берілетін отдельно куәлігімен оның сертификаты болады. Ал ет дүкеніне берілетін сертификат бөлек болады. Қасапшыға берілетін. Осы екі нәрсені талап ету керек. Дүкенге кірген кезде дүкеннің сертификаты бар ма? Және халал, мысалы ауылдан әкеліп сойып жатырмын десе, сол ауылда сойып отқан адамның қасапшылыққа куәлігімен сертификаты бар ма деп ол нәрсені сұрау керек. Егер ол нәрсені тауып бере алмайтын болса, онда дәлелсіз болатын болса, онда анау товарға жабыстырып отқан әрбір жаңағы логотипте онда күмән бар деген сөз. Ол нәрсеге біз жауап бермей, жауап бергенде қалай? Біз оның адалдығына біз жауап бермейміз, оны біз мойнымызға алмаймыз. Және де біз оларға ескерту жасаймыз. Ескерту жасап, ол нәрсені алып тастайды өнімдерден, болмаса олар кейбір жағдайда, көп жағдайда олар бізден кешірім сұрап, тиісті құжаттарды жинап, олар халал стандартқа сай жұмысын жалғастырады. Ал енді кейбір адамдар бар, біз алмаймыз да, логотипті алып тастамаймыз, біз осымен жұмыс жасай береміз де, біздің орталықта арнайы заңгеріміз бар, сол заңгеріміз жұмыс жасап, іс жүзінде ол заңгермен өз сот алдында өз жауап беретін болады. Түсінікті. Жаңа халал сертификатқа кейбір тамақтану орындарының қаражаты жетпей жатады, біз банкротқа ұшырадық деп айтып жатады дедіңіз ғой. Сонда халал сертификат алудың қандай шығындары бар? Енді ол шығындар болғанда айтарлықтай шығын емес. Енді жалпы енді халал стандартқа өту үшін халал дамудың директор атына өтініш жазылады, жеке куәлік көшірмесі, жаңа СЕС дейміз ғой, енді СЕС-тің құжаттары болады, жаңа мекеменің өзінің жаңағы сол тұлғалық өзінің құжаты бар, сол құжаттардың барлығын дайындайды. Ол сертификат қаражаты ол жылына бір-ақ рет төленеді. Ол жаңа біз өкілдікте отырған адамдар, біз қаражатқа ешқандай араласымыз жоқ. Ол жеке сол халал стандартқа өтетін мекемемен
ол басшылық жаңағы құрамдағы есеп бөлімі бар, барлығы бар, сояқтан ғана арнайы келеді. Сондықтан ол енді кейбір адамдар осы нәрсені сол сертификаттың ақшасын сылтау қылады ғой негізінде. Бірақ та сол Құдайға шүкір деп айтайық. Құдайға шүкір, сенің табысыңды әкеліп жатқан, сенің дүкеніңе болсын, сенің мейрамханаңа болсын, сенің асханаңа болсын, тұтынушы ол халық. Сол халыққа сен қызмет жасағаннан кейін, мойның алып халал стандартқа сай жұмыс жасағаннан кейін, халықты алдамай, әр нәрсені сылтау қылмай, сен жауапкершілікпен жұмыс жасау керексің. Ол біз мысалға бірде барармыз тексеруге, бірде бармаспыз. Біз барсақ, біздің болмаса, біздің орнымызға да басқа адам келер, тексерер, басқа қылар. Бірақ сен өзіңнің еркіңмен Алланың алдындағы жауапкершілікті мойныңа алып бастағаннан кейін ісіңді сен аяғына дейін соны жалғастыру керексің. Әр нәрсені ол сылтау қылып, сертификаттан, мынадан, логотиптен көре бермеу керек. Кейде бізде осы тексеріс барысында осы бағдарламаны пайдаланып айтқым келеді. Сондай бір қарсы әрекеттер болады да, әр нәрсені сылтау қылып, желеу етіп айта береді. Бірақ шындығына келген кезде біз ешкімнің кәсібін қызғанбаймыз. Біз мойнымызға жүктелген Алланың алдында аманат болғаннан кейін, екіншіден мойнымызға жүктелген қызметтік парыз болғаннан кейін, біз соны адал атқарса деген біздің үмітіміз ғой, біздің міндетіміз соны істету. Бірақ ешкімнің кәсібінде біз жеке несіне біз кірмейміз, асханасына. Біз шариғат талабын орындатуға міндеттіміз, оны орындатып жатырмыз, Аллаға шүкір. Қалада қазір жасыратын жоқ, біраз мекеме ретке келіп қалды, халал стандартқа сай. Өйткені түсінді, алдамай жұмыс жасау керектігін олар түсінді, жауапкершілікті мойныңға алу қаншалықты маңызды екенін олар түсінді. Сондықтан Аллаға шүкір қазір Ақтөбе қаласының өзінде 50-ден астам мекеме халал стандартқа сай толық жұмысын атқарып жатыр. Бұл 50-ден аса мекеменің көбі фастфуд орындары ма, әлде кафе, мейрамханалар ма? Фастфуд өнімдері ондай көп емес бізде. Фастфуд өнімдері санаулы бізде. Сонымен қатар ет дүкендері бар. Сонымен қатар кондитерлік өнімдер. Оның ішінде мысалға тілге тиек ететін болсақ, Самал кекс дейміз ғой. Енді ол Самал кекс ол жалғыз Ақтөбе облысында емес, ол республикамызға танымал, қазір енді Ақтөбеден шығатын жақсы бренд болып кетті ғой. Сол Самал кекстің өзі Ақтөбе қаласының өзінде, аудандарды қоспағанда, қаланың өзінде 28 нүктесі бар Самал кекстің. Кондитерлік өнім, енді оны өзіміз бәріміз соны тұтынамыз ғой. Сонымен қатар балғын торт деген бар. Бір кішкентай ғана бір цехтан ашып отыр. Сол басқарып отқан апамызға Алла разы болсын, өзі басында жүр, өзі қызмет жасайды. Кішкентай бір орында. Бірақ осы Ақтөбе қаласының өзінде 4 нүктесі бар. Сонымен қатар елорда осы Астана қаласында қазір нүктелерін ашып дамытып жатыр. Ол адалдан жақсылап жұмыс жасасаң, Алла берекесін береді. Сол сияқты мына Рокста әдемі жұмысын жасап жатыр. Оған ешқандай біздің мына халал стандартқа сай ешқандай күмәніміз жоқ. Өйткені кейбір жағдайларда енді біздің директке жазып жатады, инстаграмға жазып жатады, неге тексермейсіңдер, ана жақта мынандай бар. Енді оны кейбіреулер көреді, біреудің бизнесін қызғанады, біреудің басқасын қызғанады демекші. Сондықтан біз тексеріс барысында маман ретінде біз ешқандай келеңсіздік болмаса тәртіп бұзушылық біз ол жерлерден көрген жоқпыз. Сонымен қатар енді республика әлемге шетелге де шығып кетті ғой, енді жаңағы мысалы айс қандай кең жақсы дамып кетті. Ол мақтанышпен айта аламыз айсты мысалға. Сосын осы өткен айларда өтті тандем дейді ғой, осы Ақтөбе қаласынан мысалы шығып жатқан жаңағы молочный изделие дейді ғой, сол тандем мысалға қазір Қытайға экспортқа шығып жатыр. Оның өзі халал стандартқа сай жұмыс жасап жатыр. Және де Хромтауда Милкиланд деген жаңағы 90% жаңағы порошок дейді ғой, ұнтақтан жасалады, 10% жаңағы сүттен жасалатын тағы сүт өнімдерін шығаратын орындар бар. Басқа енді қаламыздағы мейрамханалар Сарқыт бар, Афсона, Фемилий бар, мына Юзум дейміз, Фирдаус дейміз. Осы мекемелердің барлығы халал стандартқа сай 100% жұмыс жасап жатыр. Мына 41-де орналасқан жер тандыр деген тамақтану орындары бар. Осының барлығы халал стандартқа сай жұмыс жасап жатыр. Енді кейбіреулер ойлап қалуы мүмкін, енді халал маманы сөйлеп отқаннан кейін қаладағы көп жаңағы орналасқан ас ішу орны бір аталмай қалса, күмәнмен қарап қалуы мүмкін, аталмай қалды деп. Енді ол сөз иесін табады дейді ғой. Бәлкім осы неден кейін, сұхбаттан кейін кейбір адамдар ойланып қалар. Түсінікті. Жаңа сөз арасында айтып қалдыңыз ғой, сертификат 1 жылға беріледі деп. Бұл сол сертификат берілген 1 жылдың ішінде ешқандай тексеріс жүргізілмейді деген сөз бе, әлде сол сертификат 1 жылға берілді дегенмен сол 1 жылдың ішінде де тексерістер жүргізіліп тұра ма? Ол тексеріс жүргізілмейді деген сөз емес. Керісінше сертификат алған мекемені біз өтірік айтпайын, аптасына
бір рет, екі рет кейбір мекемелерді тексере береміз. Біздің мысалы халал стандартқа өткен мекемелермен келісім шартымыз бар. Келісім шарттың ішінде олар қол қояды. Келісім шартқа отыратын кезде, сертификат алатын кезде келісім қол қояды. Ескертумен және ескертусіз кез келген уақытта келіп тексеруге біздің қақымыз бар екен турасында. Олар баста келісімге қол қойғаннан біз ескертумен де барамыз, ескертусіз де барамыз. Өйткені ескертумен барсақ, оны өзіміз білеміз ғой. Мысалы, үйге бір кішігірім үйге қонақ шақырғанда, келетін қонағыңда саған ертең барам, я бір жеттен кейін барам десе, дайындаласың ғой. Дастарханыңды түзейсің, үйіңді жинайсың деген сияқты дайындық жасайсың. Ескертумен барсаң, олар дайындалып қоюы мүмкін. Дайындалып қоюы мүмкін. Ал ескертусіз барсаң, барған кезде звондап қаламыз ғой, біз келіп тұрмыз, кірейік деп едік десек, кіріңіз сасқалақтап қалады да. Өйткені ол нәрсене бізге керек. Бізге керек. Өйткені барған жерде 100% бәрі жақсы бола бермейді ғой. Түсінікті. Осылай тексеріс кезінде, мысалды сол үшін айтып отырмын да. тексеріс кезінде өнімі дұрыс емес болып қалған, халал стандарттарға сай болмай қалған тамақтану орындары бар ма бізде? Жоқ, енді ол жаңағы халал стандартқа сай болмай қалған деп айта алмаймыз. Ұсақ түйекті кемшіліктер болады. Өйткені дайректке бізге жазып отырады мамандар. Мысалы, өзіміздің халал даму Ақтөбе деген инстаграм парақшамыз бар ғой. Соған Ақмаржан қарындасымыз екеумізге дайректке жалпы жазып отырады. Мына жерде барып тексерсеңіз, мына жерде барып тексерсеңіз. Енді біз ол жердің қызметіне біз жауап бермейміз. Жаңағы басшылықтың, администратордың, аспазшының, басқа да қызметтеріне біз жауап бермейміз. Біз тамақтың адалдығына, күмәнділігіне жауап береміз. Кейбір басқа біздің немізге кірмейтін, статусымызға кірмейтін қызметтерге кейде бізге шағым айтып жатады да, неге бүйтпейсіңдер, неге сөйтпейсіңдер. Біз оған жауап бермейміз. Біз астың адалдығына, оның күмәнділігіне жауап береміз. Қоспаларына біз жауап береміз. Сол себепті кейбір қоспалардан, болмаса кейбір жаңағы столдың үстіне, болмаса біз ыдысынан бір не көріп қалады, жаңағы шаң көріп қалады, шаш көріп қалады деген сияқты. Соның бәрін әкеледі де халал стандартқа қарай ысыра береді ғой адамдар. Ол нәрсеге біз жауап бермейміз. Оны жауап беретін арнайы сес орындары бар ғой, тазалық орындары. Ол мекемелерге көңіл аударуға болады. Түсінікті. Енді көпшілік көшеде жүретін, әсіресе жастарымыз, студенттер, жасөспірімдер фастфуд өнімдерін жиі қолданатын білеміз. Қазір қаламызда ең көп нүктелері бар дейік, бургер сататын, донер деп жатады, осындай тағамдарды сататын орындар, халал сертификатымыз бар, бізде бәрі халал деген секілді айтып жатады, жарнамасында да сөйтіп ақпарат таратып жатады. Жалпы фастфуд өнімдерінің арасында халал сертификат алу жағы қалай, ондай орындар көп пе бізде? Жалпы енді мына керуен сити дейміз ғой енді. Жергілікті жалпы қала қонақтарының, жергілікті тұрғындарының отбасымен барып демалатын, қыдыратын орны сол керуен сити ғой, ашығын айту керек. Сол жерде біздің халал стандартқа сай жұмыс жасап жатқан тек қана екі ғана нүктеміз бар. Сосын таксим дейді ғой. Сол жерде ғана тек сертификатымыз бар. Осы ХМДБ-ның халал сертификаты бар. Басқаның оның халал, басқа деп біз айта алмаймыз. Басқа сертификат берілмегенін бізбен жұмыс жасамағаны, оны біз ештеңе айта алмаймыз. Біреудің өнімінде біз өтпеді екен, бізбен жұмыс жасамады екен, ол харам, ол жерден барып тамақ ішпе деп те біз айтуға хақымыз жоқ. Біз тек өзіміздің стандартқа сай өткен мекемелерімізге ғана біз жауап береміз. Сонымен қатар жаңа айттым ғой, мынау донер дейді, фастфуд дейді ғой. Вокпот деген осы Сатпаев көшесінде бар. Сонымен қатар бір донер деген жаңағы донер чикен шығаратын нелер бар, орындар бар. Ол біреуі екі нүктесі бар, біреуі Заречныйда, екіншісі осы Сәнкөй көшесінде. Атаулы. Енді жаңағы бай донер дейді, басқа дейді, жаңа донер кезет дейді, көпшілік баратын жерлер ғой. Енді олар енді бұрын жаңа бай донерлерде болды, бірақ өздерінің жеке себептеріне байланысты олар халал стандарты сертификатынан бас тартты. Олармен қазір біз ешқандай жұмыс жасап жатқан жоқпыз. Түсінікті. Сөз арасында қасапшының да тіркелуі керек, құжаты болу керек деп айтып қалдыңыз. Оны қайдан алады, қалай алады? Енді қасапшы ет дүкенін ашатын адам біздің талабымыз міндетті түрде енді ол ет дүкенге келіп өзіне өзі келмейді ғой. Оны міндетті түрде біреу мауыздайды, дұрыс па? Сондықтан ол өзінің міндетті түрде ет дүкен ашқан адамның шамаға келсе өзінің жеке қасапшысы болады. Ол өзінің туған бауыры бола ма, ол құда бол, туыстық жағынан туысы бар ма, болмаса бір қарамағанда қызметкер ма, ол жеке жаңа дүкен ашып жатқан адамның жеке шаруасы.
дей тұрғанмен біздің талабымыз сол ет дүкен ашатын адамдардың міндетті түрде өзінің қасапшы болу керек. Ол қасапшы біздің Ақтөбе облыстық Нұрғасыр мешітіне келеді. Біз арнайы оны оқытамыз. Ол кісіге біз білім береміз шариғат тұрғысынан. Технолог маман өзінің тарапынан өзінің несін үйретеді. Және де республика бойынша онлайн семинарлар болады. Халал стандарттау бөліміне сол семинарға қатысады. Содан кейін барып ол арнайы жаңағы жеке куәлік көшірмесі, жаңағы директордың атына өтінішін барын толтырғаннан кейін Астана қаласына құжаттары жіберіледі. Содан кейін барып біз айтамыз, мына кісі мал союға шариғат талабы бойынша лайықты, сай келеді. Осы кісіге жаңағы сертификат берейік, куәлігін берейік қасапшылық. Содан кейін барып ол Астанадан құжаттар тапсырылғаннан кейін арнайы келіп, ол құжатпен рәсімделеді. Арнайы сертификатын табыстап, қасапшылық куәлігін береміз. Сосын ол енді қалада мысалы мал базары бар, СПК Айбек 41 дейміз, Дала ел деген Рауандағы жаңа бойна бар. Сол жерде қай жерде өзі болмаса өзінің үйінде мысалы құрбан айт уақытын басқа уақытта қызмет жасағысы келе ме, ол өзі кәсіп қылса, ол қасапшылықта адал кәсіп қой, оған ешкім тыйым сала алмайды. Сондықтан тек қана шариғат шеңберінде малды сойса болды. Түсінікті, тұрғындарға пайдалы болсын деген мақсатпен тамақтану орындарына қатысты, жалпы қасапшылыққа қатысты біраз сауалдарды сізге қойдық. Енді жалпы дін тұрғысынан бір-екі сауалымыз бар. Сөз басында айтып қалдыңыз, дінде адал, арам және күмәнді деп үшке бөлінетінін айттыңыз. Адал мен арам мәселесі түсінікті, халал, харам деп жатады. Күмәнді тағамдарға не кіреді? Осыны айтып өтіңізші. Енді күмәнді тағам дегенде, мысалға енді қазір енді бұл нәрсені мен бұрын көп түсіне бермейтін едім жалпы. Осы былтырғы жылы қаңтар айынан бастап, осы Ақмаржан қарындасымыз осы қызметке кірістік қой, халал стандартқа жауапты болып. Осы қызметке кіріскелі, енді былай айтқанда ішкі кухня дейді ғой, ішкі ас үйіне кіргеннен кейін осы саланың да көп нәрсені көзің ашылады, былай айтқанда. Көп нәрсені көресің, көп нәрсені білесің, көп жерде тексересің. Сол жерді көргеннен кейін кейде шынымен мысалға тамақтану орындарына барасын, күмәнді нәрселер болады. Енді күмәнді нәрседен бас тарту тақуалық дейді ғой. Мысалға бір нәрсені қалап отырасың, ащы орнына барасың, нәпсің жегің келіп тұрады, асқазаның қалап тұрады, жегің келеді. Бірақ оның адал екеніне, арам екеніне күмәнің болып тұрғаннан кейін тоқтатып отырасың да. Тоқтатып өзіңді тыйып отырасың, өзіңді басып отырасың. Бұны жемей қойын. Бұны жемегенің өзім үшін де жақсы, бала-шағам үшін де жақсы. Сондықтан осындай түсінікпен әрқайсымыз өмір сүруіміз керек қой. Сондықтан мына нәрсе күмәнді, мына нәрсе күмәнді деп айта алмаймын. Енді жаңағы тексерісте жүргеннен кейін, көп нәрсені біліп жүргеннен кейін, көзбен көріп жүргеннен кейін, жаңағы семинарларға қатысып, сол әр нәрсені біз мысалы бізге өзімізге маман ретінде семинарлар ұйымдастырылады ғой. Сол семинарларда осы уақытқа дейін естімеген қаншама қоспалар бар, басқалар бар. Оны қарапайым халық мысалы білмейді ғой. Асханаға бар тамақ ішкен кезде. Соның барлығын қараған кезде, мысалы, халал стандартқа сай өткен мекемелердің барлығын біз талап етіп, кішкентай бір күмәнді нәрселер болса, соның барлығын алдырып тастаймыз. Өйткені халықтың алдындағы жауапкершілік және Алланың алдындағы міндет ол біздің мойнымызда. Осы нәрсені біз сезініп жұмыс жасап отырмыз да. Сол себепті ол жаңа айттым ғой, хадисте адал нәрсе анық, арам нәрсе анық, ортасында күмәнді нәрселер деген. Сондықтан өзіңіз мысалы отырған кезде кейде бір нәрседен де кез келген пендеде болады ғой бір күмән. Сол күмәннен бас тарту ол тақуалықтың белгісі да. Оның ішінде ол тамақтың қоспаларында күмән болса, одан да бас тарту ол сенің құлшылығыңа, ол сенің өмірлік серігіңе айналу керек. Адалға да, арамға да жатпайтын, кейде осы имамдарымыз айтып жатады, мәкрух сипатындағы тағамдар бар ма? Осы жылқы етіне қатысты осындай сауалдарды жиі естиміз. Араб елдері жылқы етін жемейді екен, кейбір елдер жылқы етін жемейді екен, біз қазақтар жылқыны неге жейміз деген секілді сауалдарын жолдап жатады. Енді ол жылқы етін жеу адамды күмәнға апармайды деп ойлаймын. Енді ол енді қазақ жылқысыз өмір сүре алмайды ғой. Қазаққа сен жылқының етін жемей, ол макрух болады, сен ол нәрсені қазақ түсінбейтін шығар. Оның ішінде өзімізді ауылда өстік қой, ол бала кезімізден мысалға соғым болсын, жаңағы күздік болсын, басқа болсын, сол жылқының етімен өстік қой мысалға. Сол себепті ол араб халқы болсын, ол түрік халқы болсын, ол өздерінің ұстанымдары. Біреудің ол жеке ұстанымына, бір ұлттың ұстанымына оны әкеліп дінге тықпалай берудің қаншалықты маңызды екенін мен білмеймін. Сол себепті енді ол кезде жалпы пайғамбар саллаллаху кезінде мынау дін дұшпандарымен дейді ғой, мүшриктер дейді, басқалар дейді,
соғыс көп болды. Соғыс көп болған кезде мініске жарамды көлік ретінде бұл тек қана жылқыны пайдаланды. Сол кезде жылқы мінетін көлік ретінде жылқы пайдаланғаннан кейін, ат пайдаланғаннан кейін, оның саны аз болғаннан кейін пайғамбар саллаллаху сол нәрсені ас ретінде, тамақ ретінде, азық-түлік ретінде пайдалануға тыйым салғандары бар да. Көлік ретінде мініске керекті болғаннан кейін, ол мұқтаждықтан шыққан нәрсе да. Бірақ ол әкеліп міндетті түрде жаңағы макрух болады, оны жесең сенің дәретің бұзылады, жылқының етін жегеннен кейін міндетті түрде қайтадан дәретті жаңарту керексің деген мәселені қоғамда көтерудің маңыздылығы жоқ деп ойлаймын. Сондықтан оның ішінде біздің қазаққа жылқының еті адал. Адал. Ешқандай күмәнсіз 100% жей берсін. Түсінікті. Бағана мына тамаққа қосымша қоятын, дастарханға қойылатын тағамдарды айтып жатырмыз ғой, жеңіл желпі, шөп араласқан деген секілді. Осы шаян таяқшаларына қатысты крабовые палочки деп көпшілік айтып жатады, орысшалап. Осыған қатысты ойыңызды білгім келеді. Енді шаян жалпы енді қазір енді эфирде көріп, имам келіп жаңағы шаянда адал деп кетті деп тағы да не болады ғой, кезінде жаңағы осы біздің діни басқармада бір маманымыз осы мәселеге байланысты жауап берді ғой. Жалпы енді крабовые палочкада енді оның да рұқсат етілгені стандартқа сай, шамалы болмаса күмәнді нәрселері бар. Жаңағы енді көбінесе салатқа, неге одан салат істейді, әртүрлі нәрселер істейді ғой. Сол себепті жаңағы біздің халал стандартқа рұқсат етілген, соның орнын басатын, мынау Түркиядан шығатын, болмаса басқа да осы Европа мемлекеттерінен шығатын сол күмәнді нәрселердің орнын басатын халал стандартқа сай сертификаттары бар, крабовые палочкалар бар. Сондықтан оларды да мысалы адам негізі жеймін, тамақтанамын, бірақ дұрыс тамақтанамын, адал тамақты аламын десе, іздейтін болса, Аллаға шүкір табады. Мысалы қазір қаламызда үлкен мысалы гипермаркеттің бірі Ануар, бірі мысалы Дина ғой. Соны кез келгенде барсаңыз, қазір мысалы адам өз-өзіне бір режим қоятын болса, мен осы тамақты аламын, мына тамақты алмайын дейтін болатын болса, мысалы қазір Ақтөбе сол қаласында үлкен гипермаркет, басқа да магазиндерде айтуға болады, азық-түлік сататын. Олардың ішінде мысалы Айстың тауарлары, Рокстың тауарлары, басқа да халал стандартқа сай жаңа орнын басатын, сенің салатыңа, күнделікті тамағыңа қонақ шақырғанда барлығы біздің қаламыздағы жаңағы гипермаркеттерде толып тұр. Оны тауып алуға болады. Түсінікті, уақыт бөліп арнамызға сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Жалпы адал ас туралы мол мағлұмат білдік деп ойлаймын. Бізде имам болған Ақтөбе облыстық орталық Нұр Ғасыр мешітінің наиб имамы Алмат Әли. Ал дін және дәстүр хабарының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Аман сау болыңыздар.